Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қытырлақ вафли дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Бөлме температурасындағы сары майымыздың үстіне жұмыртқамызды салып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап, барлығы біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Барлығы біркелкі масса қайналғаннан кейін үстінен қантымызды салып, тағы да араластырамыз. Барлығы толығымен араласып болғаннан кейін ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп қоссаңыздар да болады. Біздің жасап жатқан вафлимызға ешқандай сода, қопсытқыш қосылмайды. Вафельницамызды алдын ала қыздырып алып, бір ас қасық салып, 2-3 минутта пісіп шыққанын күтетін боламыз. Осымен біздің дәмді қытырлақ вафлиміз дайын болды. Видео ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.